Бар екен, Так, мына жерде түсіндіре берейін онда. Мынаны пока жаба салайын. В общем, бір не болатын примерно түсіндіріп кетейін деген ғой. Силабусты келесі апта ғана көресіңдер ғой. Кішкене қысқаша. Сол үшін мынаны ашайық. Мен запись жасап отырамын. Мені білмейтін адамдар ана видеоның записін жасап, звукпен скриннің видеосымен ютубқа салып сендерге сілтеме жіберіп отырамын. Бұйырса бізде бір группа ма, бір нәрсе болатын шығар, телеграмға. Балалар, басқа балалар телеграм ашып жатыр. Сол жерге жіберіп отырамын. Любой там хабар, мынау бүйтіндер сөйтіндер. Бізде былай болады, в общем, ВСК1 бізде САП 1 8 апта ғой, 8 апта, содан кейін плюс 7 апта екінші ВСК, Бізде мына жерде midterm бар, Midterm деген білесіңдер ана, РК секілді. И мына жерде бізде РК2 бар, intern. Сөйтіп жаза берейікші, РК1, РК2 деп. РК деген түсінесіңдер ғой? Короче, рубежка 1 болады, мына жерде рубежка 2 болады. РК2 болады. Оны силабуста көресіңдер, просто бір айтып кетейін, сұрақтар болса. РК1-ге дейін бізде 3 не болады? 3 рет мен сендерді тексерем, заданиялар берем. Бірінші задание неге болады? Бізде PHP-ді өтеміз ғой, синтаксisi, цикл, анау, мынау, массив дегенге соған тасттар берем. Есептер берем. Осы жерде жасайсыңдар, осы сыныпта. То есть кабинетте жасайсыңдар, каналға лақтырасыңдар, мен өзім тексерем. Жасап атқанда айтам ғой, в общем. Ол 3-ші апта басталады. 3-ші апта бізде защита бірінші не болады, осындай тексеріс защита. Екіншісі біз нелерді өтеміз? Формалармен жұмыс істеу. Қалай запрос жасау, ответ жіберу, request, get, post, запрос дегендер тоже үйретем. Соған тоже не берем? Тасттар берем, есептер берем. Ну, заданиялар берем, заданиялар. Ол примерно 5-ші апта болады. Примерно жазып жатырмын. И тағы бір таск болады, уже сессияларға. Сессия өтеміз мына жерде. Соған да бір таск болады. И осы тасктар 20-20%. И РК1-ге мынаның бәріне үлкен бір не берем, бір задание берем. 3 сағатқа. 3 сағат отырасыңдар да жазасыңдар. Осы тасктардың бір үлкенірек варианты бар. Осы бүкіл тақырыпқа, 3 тақырыпқа. Соларда тоже тасктар берем, тоже жасайсыңдар. Мынау 40% білесіңдер. Сонда мынау ВСК1-дің 100%, дұрыс па? Дұрыс па? Мына жерде тоже солай. Бірінші MySQL өтеміз, база данлықпен қосу. PHP-ді база данлықпен қосу. Бірақ біз мына жерге жеткенше сендер уже база данлықты үйреніп аласыңдар. Сендер екінші сабақ бар ғой, база данлық деген. Сен сол жерде үйреніп келесіңдер да, маған келгенде уже 9-10 апталарда уже біліп отырасыңдар не екен. Бізге оңай болады. Соны PHP-мен қосуды өтеміз. Соғанда бірінші неде таск берем. Көрдің бе, каждый РК бізде 3 нәрсе болады. 3 рет қорғау болады. 1, 2, 3 мына жерде. Мына жерде тоже бірінші қорғау осы неге, база данлыққа қатысты. Екінші, үшінші қорғау уже проекттерге қатысты болады. Проекттің бір какой-то частін жаса, проекттің бір какой-то екінші частін жаса. Біз уже мына жерде 10-11 апталарда уже проект бастап кетеміз. Үлкен проект бастап кетеміз. Авторизациясымен, регистрациясымен, данныйды алу, базадан бүйту, сақтау, өшіру. Сол кезде уже проекттің бір какой-то бірінші часть біту керек. Мына жерде обычно авторизациямен регистрацияны жасап қою керек. Мына жерде тағы да бір частьтан жасап қою керек деп, қайттан 20-20%-тен осылай аламын. 3 рет жасаймын. Көрдіңдер ма? Сонда мына жерде уже проектке қатысу керек. Мына екі уже проектке қатысу керек. РК2 тоже проекттің бір жартысы ма, минимум 60-70% бітіру керек деп айтам. Осы жерде РК2-де тоже бітіру керексіңдер, мынау да 40%. Уже соңында мына жерден бастап уже чисто проектпен жұмыс істейміз. Ешқандай лишний жұмыс бермеймін, чисто проектке фокус кетеді. Чтобы сендерде отмазка болмасын. Ол менде не бар, философия бар, анау бар деген тема жоқ. Қатты загружать етпеймін, главное өз проектіңді жасап отырсаң болды. Дұрыс па? Мынауыңда 100% болды РК2. И финалда осы проектті полностью бітіріп маған қорғайсыңдар, мына жерде қорғайсыңдар. Менде оқығандар білет, веб HTML оқығандар. Сендер бірақ уже PHP қорғайсыңдар. Любой жерде сұрайын, бір жерде күмән не болып тұрса, уже балдар кетеді. Өзің жасамаған. Конкретно любой кодты аштам, сұраймын, ана функционал не істеп жатыр, мынау не істеп жатыр, ана жердің коды қайда, мына жердің коды қайда. Детально сұраймын. Каждый өздерің проект істесін. Сол сұрақ бар ма жерде? Сонда примерно 11 аптадан бастап примерно уже проектке келіп кетеді. 11 аптаға дейін примерно оқимыз и проектке келеді. Проектке кіру деген мен жай отырмаймын, мен өзім бір проект жасап отырамын. Сендер өз проекттеріңді менікіндей кішігірім идея алып, не алып, сұрап жасап отырасың. Түсінікті ме? Сұрақ болса сұрай беріңдер, ұялмаңдар. Кішігірім не болсын да сондай.
ұялшақ емес, сұраңдар, нагло сұрап айтып бүйтіп. Бар ма сұрақ? Точно? Точно. Ұялмаңдар, сұраңдар. Кеттік онда қарай. Сұрақ жоқ па? Let's go. Енді қараңдар. PHP-ді бастамай тұрып біз нені түсінуі керекпіз? Андай запрос деген не, веб-сервер, вообще веб-сайт қалай жұмыс істейді деген темалар ше. Кейбіреулерің білуі мүмкінсіңдер, бірақ мен сендер білмейді деп түсіндіре беремін общий немен. Сендер HTML, CSS өткендермен ол андай общий түсінік болған жоқ, қалай сервер жұмыс істейді, анау деген. Сол кішігірім түсіндіріп кетейін, ары қарай PHP бастаймыз ары. PHP-ді өзі бір 2-3 апта ғана нетеміз, синтаксін үйренеміз да, ары қарай уже PHP-дің синтаксін емес, уже сайт жасауға кіріп кетеміз. Менде презентация деген тема жоқ, мен тек кодпен көрсетемін, біледі, мен балалардың сұрасында ғой. Мен презентация қаратып, бүйтіп оқыңдар деп отырмаймын. Сразу код практикаға кіріп кетіп отырамыз, түсіне ме? Есес? Бұрынғы тема. Кеттік. В общем, сендер мына теманы білесіңдер, иә? Любой жерге мысалы кіріп, мысалы браузерге кіріп, Tengri News қама бір жерге кіріп, мысалы даже Tengri News KZ деп кірген enter басқан өзінде, по идее запрос кетіп жатыр, иә, запрос. Tengri News KZ деймін да, бүйтіп enter басқанда, уже мен компьютернан интернетпен запрос кетеді, қайда кетеді? Бір какой-то серверға кетеді. Конкретно біздің случайда, мысалы Tengri Newsқа кіріп жатсам, солардың да бір серверлері бар Tengri News. Или өздерінің офистарына қойып қояды, или ана хостингтарда қойып қояды. Хостер KZ дегендер бар ғой, хостингтер, олар туралы отдельно айтамыз. Скажем, өздерінің офисына бір сервер қойып қойған, ішінде база данных бәрі бар. База данных деген не үшін керек? Бүкіл мына нелерді сақтайды, ақпаратты. Бүкіл новостарды, даталар мен бәрін сақтайтын жер ол база данных деп аталады. Сендер соны өтесіңдер. Сол жерде бәрі сақталып тұрады. Мен Tengri News KZ деп enter басып қалғанда, по интернету солардың серверіне запрос келеді. Олардың серверіне запрос келді. Сервер деген енді бір үлкен машина ғой, ішінде бүкіл несі ауыр нелер бар. Охлаждающий жерде тұрады, өйткені миллион там бір уақытта бір 5-10 мың адам запрос жасауы мүмкін да Tengri News'та, Қазақстан бойынша, иә. Сол үшін ол қатты қызымау үшін суық жерде ұстайды, анау-мынау үлкен компьютер деген сияқты сөйтіп ойлансыздар болады. Дұрыс па? Ол да компьютер просто помощнее, да, үлкенірек, суық жерде тұрады. И сол жерге запрос келеді. Сол жерге запрос келгенде, ана запроста мен не деп тұрмын? Маған Tengri News KZ дегеннің страничкасы керек деп тұрмын. Ол не істейді? Ол алады да, веб-сервер алады да, сол запросты түсінеді да, соған ответті маған HTML түрінде жібереді. Мынау маған HTML түрінде келіп тұр. Бірақ HTML түрінде жібермей тұрып, не істейді? База данныхқа кіреді да, ең соңғы новостьтарды алып шығады. Соңғы хабарларды алып шығады. Соларды алып шығады да, солардың суретін, текстарын HTML-ға тығып қояды да, сол HTML-ды маған жібереді. Сол сервердің жұмысы сол, келген запросқа, келген сұранысқа, сұраныс дейміз ба, запросты, дұрыс па? Сұрау дейміз ба? Соған ответті HTML түрінде жіберу. Дұрыс па? Ішіндегі уже дайын суреттермен, мынандай сөздермен, бәрі базадан алынады, бәрі базадан алынады, сөздер, суреттер, бәрі базадан алынады да, HTML ішіне бет тығылады да, HTML артқа маған келеді. Маған по интернету HTML келеді да, мына браузерге кіреді да, браузерді әдемі қылып көрсетеді. Мен аламын қайтадан бір жерге басып қаламын, мына жерге басып қаламын бір новостьқа. Қайтадан запрос кетті. Бірақ ол запрос уже мынандай немен, мынандай несімен кетті. Үстінде не бар ғой мынау? Осындай немен кетті. URL ссылкасымен, сөздермен кетті. Сонда запрос келгенде кім көреді? Сервер көреді, что мынандай нәрсе сұрап тұр. Видите, мен прям конкретно бір нәрсе сұрап тұрмын. Мына жерде оқиды, не сұрап тұрған. Соны оқиды да, жарайды дейді да, сол новости конкретно базадан алады да, конкретно сол хабарды алады да, сол хабарды маған жібереді HTML түрінде. HTML-ға тығып жібереді. Каждое движение, мен мына жерге бір нәрсе жазамын, откуда я лечу, куда я лечу. Любое бір движение, каждое движение қайта-қайта запрос кетіп отырады. Мен куда, там, Алматыдан Астанаға деймін да, бір нәрсе плюс деймін да, найти деймін, қайтадан келеді запрос.
бірақ мына запрос уже авиатаның серверіне кетуі мүмкін. Көрдіңдер ме өйткені? Мынау авиатаның темасы да. Ол может авиатаға кетуі мүмкін. Немесе Тенгриньюсқа барып, Тенгриньюс ары қарай авиатадан запрос жасау. Оны біз білмейміз, оны қалай материализировать. Хорошо? Әйтеуір бір жерге запрос кетіп жатады, бізге ответ келіп жатады, ответ келіп жатады. Түсінесіңдер ғой? Запрос қалай жұмыс істейді дегенге оған чуть позже кіреміз. Үшінші төртінші апталарда кіреміз. Енді мынандай нәрсе. Скажем, бір Тенгриньюстың несі тұр, иә, сервері тұр, иә, мына жерде. Алыста бір жерде Тенгриньюстың офисында дейік. Жарай ма? И біз мына жерде өзіміз үйде отырмыз, лаптоппен бұрын шығып деп па. Шемішке шағып отырмыз, да? И Тенгриньюсқа кіріп отырмыз, иә. Пайтерде запрос кетіп қайтып отыр, понятно, иә. Енді мынау кәдімгі не? Жаңағы железный сервер деп айтайық, үлкен сервер, мынау мен сақылған 4-3. Прям сервер имеется в виду қатты не? Бұл компьютер деп айтайық. Ол компьютерде не қондырылған, не қандай программалар қондырылған. Во-первых, ол компьютерде веб-сервер деген тема болу керек. Мен ішінде қандай программалар бар айтып отырмын. Сендерде понятно, өздерінде қандай программалар бар. Браузер бар, Word бар, анау бар. Бірақ серверде как минимум қандай программалар тұру керек. Сервер жұмыс істеу үшін. Во-первых, веб-сервер тұру керек. Веб, ол не екенін қазір түсіндірем. Страшно болып кетті ме? Веб, короче, түсіндір ғой. Сервер тұру керек. Ол тоже бір программа. Ол веб-сервер деген кәдімгі программа. Серверде по идее екі нәрсені айтады. Бірінші мына өзі железаны айтады, кәдімгі блок компьютердің өзін сервер деп айтады, қатты нәрсені. Еще ішіндегі орнатылған, қондырылған программаны да сервер деп айтады. Серверная программа деп айтады. Түсінесіңдер ме? Мен мына жерде конкретно программа айтып тұрмын. Веб-сервер деген программа болу керек. Обязательно. Ол не үшін қазір түсіндірем. Обязательно баз данных болу керек. Жаңа MySQL ма, любой баз данных болу керек. Неге? Өйткені бүкіл хабарлар, бүкіл новостар, бүкіл тексттер, суреттер, анау-мынау, логин, пароль бәрі осының ішінде тұрады адамдар. Сақталып тұрады. Даже сен компьютерді өшіп тастасаң да, ол сақталып тұрады ішінде. Түсінесің бе? Оны баз данных дейді. Біз оған потом келеміз, чуть позже. 9-10 апталарда келеміз. И үшінші не болу керек? Обязательно сенің кодың болу керек. Бүкіл логиканы жасайтын сенің бір кодың болу керек. Ол код PHP-да болуы мүмкін, Java-да болуы мүмкін, Python-да болуы мүмкін, әйтеуір бір бэкэндқа арнайы жазылған бір программа болу керек. Сен жазған. Түсінесің? Бізде ол PHP болады, иә? Скажем, бізде мынандай файлда бар деп айтайық. Aus PHP деп айтайық, мысалы, reg PHP деп па? Не кешеміз? Reg PHP кіре бер. Шатастырмай келесі жол. 515. Жатты болдың ғой? Бір какой-то біз жазып қойған кодтар бар деп айтайық, иә? Қазір айтамын, не істейтін кодтар. Например, мен ұрып жатырмын да, например. И тағы да көп кодтар бар. Енді қараңдар, қалай жұмыс істейді. Скажем, Тенгриньюста тоже логин, парольмен енгізіп кіруге болады. Типа өз новостарыңды жазуға деген секілді. Предположим, иә? Или ВК дейміз, без разницы. ВК болсын ба, ВК болсын. ВК дейік. ВК-ның сервері, ВК. ВК-ның сервері. Енді сендер логин, пароль енгізіңдер да, иә? Логин, пароль енгізіңдер да. Есім кім? Бейбарс. BB деп логин жазында и 1-2-3 деп пароль енгіздің, иә? И enter бастың. Логин, пароль енгіздің, enter бастың. Мынау как запрос ретінде кетті. Сұрау, жаңағы айттың ғой. Серверға запрос келеді дедің ғой. Сұрау жақсы ма, сұраныс деген дұрыс па? Сұрау дейміз ба, запрос? Сұрау кетеді. Мына сұрау кетеді қайда? Осының серверіне кетеді, vk.com өйткені набрали. Ол сұрау ең бірінші веб-серверға келіп тоқтауды. Любой запрос, любой сұрау ең бірінші келіп веб-серверға түседі. Жаңа программаға түседі, программа. Сервердің ішіндегі программаға түседі, веб-сервердегі. Ол программа не үшін, вообще мына программа не үшін керек, веб-сервердегі программа? Қалай ойлайсыңдар вообще? Жұмысы не ол? Мақсаты. Иә, любой веб-сервердің жұмысы запрос не екенін түсіну, запрос келгенде соны обработка жасау. Міне запрос келді, қазір түсіндірем ары қарай не істейтін. Веб-сервердің жұмысы запросты түсіну, соны қабылдау, соны обработка жасап, ответ беру. Болды, басқа жұмыс жоқ. Просто запростардың несі бар, протокол деген бар, HTTP протоколмен жүреді запростар. Оны ақырындап өздерің шұқып көресіңдер. Любой запрос бір какой-то немен, ережемен жүру керек. Запростың мынандай методы болу керек, пробел деген сообщениесі болу керек деген бір несі бар өзінің, синтаксисі бар запростың. Сол синтаксисі HTTP деген протоколдың синтаксисімен жұмыс істейді. Он надо будет отдельно уақыт болса түсініп беремін, ол қатты қиын емес. Какой-то запростың ережесі бар.
сол запросты түсінетін бір арнайы программа керек. Запрос деген не, оны қалай қабылдау керек, қалай обработка жасау керек деген, соны түсінетін бір программа керек. Ол веб-сервер. Түсінесің ба? Веб-сервердің жұмысы запросты қабылдау, бір нәрсе істеп, ответ жіберу. Сол ол басқа жұмыс жоқ. Сонда запрос бірінші веб-серверға келеді. Осы запростың ішінде по идее информация болады. Қай PHP файлға мына запрос арналған, мынаған арналған ба, басқа PHP файлға ма, оны тоже көрсетемін уақыт өте. Любой запроста сендер көрсетесіңдер, қай PHP файл, қай PHP код сендер запростарыңды өңдеу керек. Обработка өңдеу ғой, дұрыс қой? Қай PHP файл сендердің сұрауларын өңдеу керек екен, запроста көрсетесіңдер, оны потом айтып көрсетемін сендерге. Ол оңай нәрсе. Соны не істейді? Бірақ ең бірінші запрос веб-серверға келеді. Веб-сервер сол запросты ашады да көреді ішінде. Қай PHP-ға арналған мына запрос? Ауыз PHP-ға арналған ба? Все дейді да. Мына бүкіл келген данныйларды алады да веб-сервер. Мына ауыз PHP-ға береді. Қабылдайтын бірінші веб-сервер, ары қарай веб-сервер өзі шешеді кімге береді. Ашады, көреді, мынау ауыз PHP-ға ма? Ауыз PHP-ға береді. Ауыз PHP-де сендер не істедіңдер? Сендер бір код жазып қойдыңдар. Типа, мына логин парольді аламын. Логин пароль сендерге келді ғой. Сол логин пароль мына жерге келіп тұр ғой, тоже ауыз PHP-ға. Дұрыс па? Сен браузерінен веб-серверге келіп, веб-сервер соны алды да саған жіберді, ауыз PHP-ға жіберді. Ауыз PHP не істейді? Осындай логин парольмен адамдар бар ма деп базадандыққа стучаться етеді. Базадандыққа барады да іздейді, сондай адам бар ма жоқ па? Осындай логинмен парольмен. Бар болса, значит мынаның адам кіру керек, значит сайтқа кіру керек қой, логин жасау керек. Окей дейді да, мына жерде бүкіл логика жазып тұр. Окей, значит кіру керек дейді да, оған бір какой-то HTML ответ жібереді. HTML ответ жібереді браузерге. Сол HTML-ды ашып қалсаң браузерде, там добро пожаловать Азике, бейбарыс, бейбарыс, сіздің суреттеріңіз, сіздің фотоларыңыз, стенаңыз деген уже HTML келіп тұрса. Түсінесіңдер ме? Қалай жұмыс істейтін веб-сервер, вообще веб-сервер жақ қалай жұмыс істейді, сервер жақ, мына жақ қалай жұмыс істейді полностью. Сонда запрос, әрбір запрос веб-серверға келеді. Веб-сервер оған мына запрос, мына сұрау, қай кодқа арналған, сол кодқа жібереді. Мысалы, мына кодқа жіберді. Ол кодта сенде уже логика жазып тұр. Ондай адам бар ма? Базадан сұрау жасайсың да, уже базадан сұрау жасайсың. Адамдарда мынандай адам бар ма? Кімнің логині мынандай, кімнің паролі мынандай. Бар болса, окей дейсің да, бір ответ жібересің. Жоқ болса, ондай адам тіркелмеген деген ответ жіберсең болады. Оның бүкіл логикасы мына файлда жазып тұр, например. PHP-де, оны сендер жазасың. Логиканы сендер жазасың. Ондай адам бар болса не қайтарамын, жоқ болса не қайтарамын, регистрацияда не істеймін, анда не істеймін, мында не істеймін деген бүкіл логиканы сендер жазасыңдар. Түсінікті ма? Мына жерде сұрап алыңдар түсіндіргенде. Сұрақтарыңыз. Сұрап алыңдар. Точно ма? Просто мынаны түсінбей, ары қарай кетіп өтіріп кетіп қалғанымыз қазір. Осыны түсініп алу керек та, қалай жұмыс істейді. Ішінде қалай жұмыс істейді. Значит, неме керек бізге вообще... Сұрай бер. Сервердің кейде мысалы бізде интернетке байланысты, немесе серверге байланысты, сервер жұмыс істемей қалады, сол не нәрсеге байланысты? Неге байланысты? Сервердің жылдамдығы не нәрсеге байланысты? Осы железаның процессорына. Мынау кәдімгі компьютер ғой, мына сервер деген ол кәдімгі компьютер ғой. Соның жылдамдығына, соның жаңа азу-мазуларына, бірақ мынандай нәрсе бар. Сендер хостингке салғанда бір серверде тек сенің сайтың тұрмайды. Бір 1000 сайт тұру мүмкін, 1000 сайт тұру мүмкін, понимаете? Бір серверде 1000-даған сайт тұру мүмкін. И бір сайтқа нагрузка көп болып кетсе, екінші сайтқа не жетпей қалуы мүмкін, күш жетпей қалуы мүмкін, процессор жетпей қалуы мүмкін, и так далее, азу жетпей қалуы мүмкін. Сондай бір не бар да, опасность. Бірақ олар өздері контролирует. Арнайы программалар бар, нелері бар, андай нагрузканы контролировать ететін нелер, ол жаңа хостингтар. А так жай компьютер ғой, жай компьютер ішінде базадан істеп тұр, веб-сервер деген программа істеп тұр, PHP-ларын істеп тұр. Дұрыс па? Кәдімгі мықтырақ не компьютер. Иногда болады кодта ошибка болып қалады. Сен PHP кодын дұрыс жазылмайды, саған сұрау келеді, сен PHP кодын бір нәрсе қылып қалады, и саған 500 бір нәрседен ашып келеді. Саған браузеріңе 500 бір нәрседен ашып келсе, 500 деген, значит, ол серверде проблема. Ответ ретінде HTML келмейді, ошибка келеді. 500 бір нәрсе деген. 500 деген ошибкалар 500-ден басталады. Значит, серверде бір нәрсе не толып қалды. Бір нәрсе өшіп қалды, кодын дұрыс істемей қалды, бір нәрсе. Сенің кінәң емес, клиенттің кінәсі емес, браузердің. Серверде кінә болып қалды нәрсе. 400-ден басталатындар, ол сенің кінәң. Сен жоқ жерге кіріп кеттің 404. 404 помните?
сен жоқ сайтқа кіріп кеттің. 403 деген сен бір жерге кіріп тұрсың, ол сайт бар, бірақ сенде оған рұқсат жоқ ол жерге кіруге. Сен администратор емессің деген секілді. Ол 403, 402 деген сондай кодтар бар. 400-ден басталатын кодтар, значит, сендерде ошибка, проблема в вас. Сен не туда кіріп кеттің, рұқсатың жоқ деген секілді. Кірмейтін жерге кіріп кеттің деген секілді. Түсінесің бе? 300 деген ол переадресация, оған қазір сендер қатты керек жоқ. 200-ден басталатындар обычно не, success, дұрыс. Саған нормальный HTML қайтарылса, дұрыс дұрыс ответ қайтарылса HTML түрінде. Ешқандай проблема жоқ, бәрі дұрыс қайтарылды. Это значит код 200 қайтарылады. HTML қайтарылады и код 200 қайтарылады бірге. 200 деген бәрі дұрыс болды, бәрі дұрыс қайтарылды. Керемет дұрыс. Оны былай көрсеңдер болады. Мысалы мен бір запрос жасаймын қазір, не? Бүйтіп кодтан көремін, сендер в будущем үйренесіңдер қалай істеуге болады. И мен мысалы мына жерден ашып аламын. Қазір network деген ашып алайын. И мысалы бір жерге кірейін, не мысалы? Қазір. Кешіріңдер. Мысалы мен мына жерге кірдім. Бізде хабардың бәрі какой-то страшный да. Бір нормальный хабар ма? Какие продукты подешевели? О, қарны ашса осындай хабар іздейсің. И короче, қазір қайттан кірейінші, мынау қуып тұрады, бетей. И міне, какие продукты подешевелеға кірдім. Видишь, тоқтамай тұр. Загрузка. Қазір сол запрос тауып алайын, тоқтай тұр. Міне запрос жасадым. Міне get запрос жасадым, мынандай URL мен. Мынау запростың түрі. Маған ответ не келіп тұр? 200 келіп тұр. Статус код деген 200 деген, значит, маған ответ нормальный. Если жоқ жерге кіріп кетсем, мынаған кіріп кетіп отыр, мысалы, мынандай бір жоқ жерге кіріп кеттім. Жоқ жерге кіріп кетсем, көрсете береді екен, не? О, видишь, ана жақта сервер логика тұр да, жоқ жерге кіріп кетсе, перенаправление болып қалады. Вообще өтірік жазсамшы. Короче, мына күш жасалғанда, мысалы там Каспий керек. Өтірік жоқ жерге. Вот. Каспийге кірдім, бір запрос жасадым, 302 перенаправление болып көрді, мынау мет. Міне 404 келді. 404 деген сен жоқ жерге кіріп кеттің дейсің. Көрдің бе? 404. Міне запрос жасадым, мынандай error page деп жасаған жоқпын. Ну, в общем, 404 келіп тұр. Мынау өйткені 302-ге перенаправлять етті. Мен былай жасаған немді, ол по идее error page деген басқа страницаға перенаправление жасады, 302 берді. Ол страница маған 404 алып келді, сен іздеп жатқан затың жоқ деп. Короче, в общем 404 келді. И так далее, окей? Еще андай болады, сен кірмейтін жерге кіріп кетесің, администратордікі или менеджердікі, а сен просто юзерсің, просто пользователь. Бірақ ондай жер бар, ондай страницалар бар, бірақ сенде рұқсат жоқ. Сол үшін саған 403 беру мүмкін. И айтады, у тебя нет прав по нәрсе деп айту мүмкін. Сосын? Міне, сонда запрос, мынау менің запросым, мынау запростың методы, біз оны өтеміз отдельно, get метод бар, post метод бар. Мен мынандай жерге get метод жасадым, бірақ маған ответ мынандай келді. Ответті былай көруге болады. Мынау запростың түрі. Запрос жоқ, мынау ответтің түрі. Ответ саған HTML ретінде келді. Страница ошибки деп, жаңағы. Мына жерге не келеді қазір? HTML-ді көрсетемін. Міне HTML келді. Попробуйте вернуться деп мыналар келіп тұр, көрдіңдер ме? Ответ ретінде. Страница не найдена деп мынау. Какой-то сурет келіп тұр мына жерде. Кәдімгі HTML келіп тұр, страница не найдена, оны дейді. Несін көрсеңдер, жаңағы кодын көрсеңдер 404. Керем? Сұрақ? Сұрақтар бар ма? Мына жерден или мына жерден? Енді қараңдар. Значит, PHP деген андай не тіл емес, C++, Java секілді. Раз өз компьютерінде код жаздыңда, жібердің, все, работает, жұмыс істеп тұр. О, супер, hello world істейді деп. PHP кішкене ондай нәрсе емес. PHP-ді жұмыс істету үшін саған веб-сервер керек. Вообще саған сервер керек, бірінші компьютер отдельный, соның ішіне веб-сервер орнату керек, соның ішіне базаданыққа керек жоқ, но в будущем керек болады. Базаданық қатты маңызды емес PHP-дің жұмыс істеу үшін. Саған веб-сервер керек ең басы, өйткені PHP веб-сервердің астында жұмыс істейді. Веб-сервер запросты алады да PHP-ге беріп отыру керек. PHP өз-өзімен бүйтіп жұмыс істей бере алмайды. Дұрыс па? Веб-сервердің астында жұмыс істейді. Екеуі бірге жұмыс істейді, веб-сервер екеуі. Значит, бізге PHP жұмыс істету үшін, еще PHP-дің өзі жұмыс істеу үшін не керек? Мына кодтардың бәрі жұмыс істеу үшін компилятор керек, типа. Сен помните компилятор деген нәрсе? C++-тікі, сендер мысалы немен жұмыс істедіңдер ма? DevCP-мен жұмыс істесеңдер, C++-те. Или Java-да IntelliJ IDE-мен жұмыс істесеңдер, ол жерде компилятор вшитый ішінде тұр дейді.
сендерге компилятор отдельно орнатып керек емес болды, ішінде тұрды уже. IntelliJ-дің ішінде тұрды, и жаңағы DevCPP-дің ішінде тұрды и так далее. А бізге мына PHP жұмыс істеу үшін компилятор керек, правильно? Дұрыс па? Значит, оны да орнату керек. Значит, бізге не орнату керек? PHP-де вообще жұмыс істету үшін бізге, во-первых, сервер керек, иә? Отдельно, иә? Біздің лаптопымыздың отдельно бір сервер керек, иә? Бізде лаптоп бар деген. Сервер керек. Сендерде сервер бар ма бәрінде деп па? Сол жерге веб-сервер орнату керек. Біз Apache деген веб-сервер бар, соның бір түрі, соны орнатамыз. Apache деген веб-сервердің бір түрі ғой, просто фирмасы ғой, типа. Мысалы там нелер көп қой, мысалы там браузерлер Safari бар, анау мынау бар. Сервер, веб-серверлердің тоже түрлері бар. Apache, Nginx, анау мынау. Біз Apache-ді орнатамыз веб-серверді. Орнату керек бізге, например. Бізге PHP компилятор керек. Біз оны компилятор демейміз, пока компилятор деп берейік, бірақ мен потом түсіндіремін. Бізге PHP компилятор деген программа керек. Не үшін керек? PHP-де жазылған кодты всегда компилировать етіп, машинный код аударып отырады. Сендер оны нәрсені білесіңдер ме, өтпедіңдер бірінші жылда? Түсіндіріп беремін, в общем. PHP-ді орындайтын зат қой. PHP-ді орнату үшін қазір түсіндіремін, онда түсінбесіңдер. Бізге мынаны орнату керек, веб-сервер, PHP компилятор керек, и в будущем базалық керек болады. Даналар сақтау үшін, юзердің аты, бүкіл новости, блоги, комментарий, бәрін сақтау үшін очень база. Осы үш нәрсе керек, бізге? База пока керек емес, ана екеуі как минимум керек, жұмыс істеу үшін PHP. Сервер мен PHP компилятор. Енді сендер ести аласыңдар, сендер реально бір екінші компьютер сатып алу керексіңдер енді. Жоқ, бір-біріне жетпейді деп па. Екінші компьютер алып алып, соған бәрін орнатып, сендер браузерден мына компьютерге запрос жасасыңдар болады, типа серверге запрос жасатқандай. Дұрыс па? Екі компьютер алып алып, бір компьютерден екінші компьютерге запрос жасайсың, ол жерде Apache тұр ғой веб-сервер, ол саған ответ береді. Сен қайтадан запрос жасайсың, ответ береді деп. Можно, да? Так. Но бәрімізде екі компьютер жоқ. Дұрыс қой? Значит, біз не істейміз? Значит, біз веб-серверді, PHP компилятор бәрін осы бір компьютерде орнатамыз. Сонда бізде лаптопымыз и как сервер жұмыс істейтін болады, и как өзіміздің браузермен клиент ретінде жұмыс істейтін болады. Сонда біз запрос жасаймыз, браузерға кіреміз, бір жерге запрос жасаймыз ғой браузердан. Сұрау жасаймыз. Ол запрос барады да бір жаққа интернетке кетпейді, өз-өзімізге келеді. Бірақ өз-өзімізге келгенде серверға кіреді, Apache-ға келеді. Apache ответ жасайды ғой, HTML ответ береді ғой. Ответ берген қайтадан шығады да, қайтадан өзімізге бірақ браузерға кіреді. Сонда браузерді запрос жасаймыз да, Apache-ға кіргізіп отырамыз запросты. Apache ответ бергенде HTML ответ келеді да, браузерға кіріп отыр. Бірақ бәрі өз компьютеріміз ішінде істейді. Түсінесіңдер ма? Бірақ сайтты жасап болғаннан кейін, типа өзімізде серверіміз, өзімізде клиент болып тұрмыз ғой. Сайтты жасап болып тұрғаннан кейін код аласыңдар да, жаңағы PHP кодтарын аласыңдар да, реально бір хостингқа, кәдімгі серверға сатып алуға болады, там 3 мың ба 4 мың ба хостинг көрсетемін, соның аяғында өзім сатып алып көрсетемін. Сол жерге сайттарды сақ қойсаңдар болды, значит не, бәріне доступен болады, бәрі кіре алады сенің интернетке. Сенің сайтына бәрі кіре алады. Но пока сен сайттың өзінде, пока сен жасап жатқанша өз компьютерде ешкім кіре алмайды, ойламаңдар. Ауылда там папалар, мамалар жүрмейді, мен сайт жасап қойып қараңдар деп. Осыны ссылкасын жібересің ба? Мынау сервер емес қой, мына өз компьютерің. Еще мына жерде IP меняется, сен түсініп жатсың, иә? Мына жерде жасап жатқанша ойламаңдар, там бәріне доступ бар деп. Ол жасап болып серверге лақтырғанда сол жақтан кіре алады. Бірақ бізде екі компьютер болмаған үшін бір компьютерге как сервер и как клиент болып жұмыс істейміз. Өзімізге запрос жасап отырамыз. Бірақ сендер ойлаңдар, всегда можно екінші компьютерге мынаның бәрін, Apache бәрін екінші компьютерге орнатып, PHP кодын сол жаққа қойып, всегда можно былай жұмыс істеуге. Просто олай бізде екі компьютер болмаған үшін осы бір компьютерде істей береміз, хорошо? Түсінікті ма? Ол түсінікті ма? Точно? Енді мынандай зат, ол бір. Екінші зат, бізге мыналар бәрін қондыру керек енді өз компьютерімізге, енді. Решили да, бір компьютерде істейміз, осыған бәрін қондырамыз. Бізге мынаны, будущем мынаны да қондыру керек болады. Оны қондыру одно, еще бір-бірімен связка жасау керек. Қандай связка жасау керек? Сұрау Apache-ға келгенде, ол мына PHP файлдарды көріп отыру керек. PHP файлға жіберетіндей жаңа запрос айттым ғой. Веб-сервер PHP файлға жібереді ғой. Дұрыс па? А PHP файл базамен жұмыс істей алу керек. PHP файлдың ішінде сен базадан сұрау жасап, адамдарды көріп, новостьтарды көріп істеп отыру керексің. Орнату однода, екіншісі настройкасы қиын, бір-бірімен связка жасау қиын. Веб-сервермен PHP-мен қосу керексің, PHP-ді базамен қосу керексің деп отырасың, иә? Настройкасы қиын болғаннан кейін, сендер енді үйреніп жатқаннан кейін специально андай программа бар, XMPP деген. Ондай программалар көп, XMPP-дің солардың біреуі.
Просто оның жақсысы ол бесплатный, екіншісі Mac-қа да, Linux-қа да, Windows-қа да бәрін орнатыла береді. Сол үшін көбісі осымен қолданады. YouTube-тан қарасаңдар, PHP-ді енді үйреніп отқан адамдар сразу XMPP-ге қоя салады, мынаны бүйтіп. Каждый отдельно қондырып отырмайды, Apache, мынау деп қинап қояды адамдар, потому что ауыр зат. XMPP деген программа бар, оны просто установка жасай саласың, бесплатно скачать етесің, установка жасайсың. Ішінде мына үшеуі де дайын тұрады. Apache да дайын, PHP компилятор да дайын, база данных да дайын тұрады. И бір-бірімен уже настройкамен связаны болып тұрады бәрі. Түсінесің? PHP мен веб-сервер бір-біріне қосылып тұрады, PHP мен жаңағы база данных қосылып тұрады. Вам ничего конфигурация, настройка жасап керек емес. Түсінесің? Түсінікті? Реально потом в будущем жұмыс істеп жатқан кездерде өздерің түсінесіңдер, ол кезде XMPP емес, кәдімгі реальный серверға барасыңдар, өздерің PHP орнатасыңдар. Уже ол кезде мықты боласыңдар, настройка жасап бір-бірлерімен, Apache мен бұйырса, Apache мен связка жасап, бүйтіп сөйтіп, настройкаларын дұрыстап, сондай болып жатсаңдар айтыңдар, іздері болсын. Сықырып қоясыңдар ғой, если что, я тут үйрендім бір нәрсе деп. Түсінді ма? Сол үшін біз не істейміз? XMPP бүйтіп айтады, локальный сервер деп айтады, орысша. Локальды дейміз ба? Сервер. Локальный сервер деген, өз-өзіміздің ішіндегі сервер ғой. Где-то сыртта бір жерде емес, өзіміздің ішіндегі, өзіміздің компьютердағы сервер. Дұрыс па? Бірақ ол как имитация жасайды, симуляция жасайды, как будто реальный сервер секілді, бірақ өзіміздің компьютерімізде тұр. Түсінді ма? Мына Apache-ді қондырсаңдар, мен сендерге соның сілтемесін беремін. Келесі сабаққа дейін Apache-ді қондырып келіңдер. Ой, осы XMPP-ді қондырып келіңдер. Жарай ма? Сілтемесін беремін. Қондырып болғаннан кейін сендер мынандай нәрсе шығады, XMPP control panel деген шығады. Ашып қалсаңдар, қараңдар мына жерде. Мына жерде Apache деп тұр, көрдіңдер ма? Apache. Ол жаңағы веб-сервер. Сондықтан қазір көрсетемін, қалай жұмыс істеуге. MySQL деп тұр. Ол жаңағы база данных. Бізге пока керек емес, бірақ қосамыз, екінші РК-да қосамыз, жарай ма? Бізге бүгін керек только Apache. Еще нені сұрайсыңдар ғой сендер, мынау қайда деп, PHP компилятор қайда деп. Оны мына жерде қосып керек емес, ол автоматом істей береді. Ол тоже ішінде бар, просто автоматом істей береді, жарай ма? Оны қосып керек емес. Қосу керек, ол Apache қосу керек, и керек болса MySQL база даннықты қосамыз. Пока біз тек Apache қосамыз. Мына жерге старт деймін, мына жерге жасыл жанса қазір, жасыл жанса Apache-да, значит біздің серверіміз қосылды. Значит уже запрос жасай беруге болады. Мына локальный сервер ғой, жаңағы Apache-ға өз-өзіміз запрос жасай бере аламыз қайта. Түсінесің ба? Оны қалай тексереміз, Apache істеп тұрған, істемей тұрған. Браузерға кіреміз да. Мынандай нәрсе бар. Білесіңдер ғой, каждый сервердің өз IP-лары бар. Google-дің өз IP бар, Tegrenius'ның өз IP бар, там Kaspi-дің IP бар, Anan IP, мынай IP. Сонда біз мына жерден Kaspi KZ деген орнына Kaspi-ның IP-ін білсек, Kaspi KZ деген орнына Kaspi-ның IP-ін білсек, соның IP-ін жазып едік. Одно и то, что сен Kaspi KZ деп жазасың, или Kaspi KZ-дің сервердің IP-ін білсең, сол IP жазсаң болады там, не знаю, 20 бір нәрсе, точка бір нәрсе, enter бассаң, Kaspi-ге кіріп кетеді. Білесіңдер ғой, IP-мен кіруге болады, или атымен кіруге болады, любой жерге. А біздің серверіміз өз-өзімізде тұр ғой, мына компьютер ішінде тұр. Дұрыс па, локальный сервер, жаңа Apache. Өз-өзінің серверіңе запрос жасау үшін өз-өз компьютеріңе. Мына браузерден өз компьютеріңе запрос жасау үшін специальный адрес бар, ол 27.0.0.1. 27.0.0.1. Именно осы IP адрес терсең, значит сен өз-өзіңе запрос жасаласың. Көрдіңіз ма? Былай шықса, значит Apache қосылып тұр, істеп тұр. Ешқандай ішінде сайт жоқ, просто сервер істеп тұр, веб-сервер істеп тұр. Оны қалай тексересіңдер, мынаны стоп десеңдер, Apache-ді өшіп тастасаңдар, қайтадан обновить етсеңдер, уже істемейді. Как будто серверді өшіп тастаған секілдісіңдер. Түсінесіңдер ме? Осылай тексересіңдер. Қостыңдар, Вика түсініп жатсыз ба? Шучу. Түсінікті ма? Сұрақ? No? Any сұрақ? Any? Пока біз сайтты жасап атқанша, біз бәріміз сөйтеміз. Пока біз сайт жасап атқанша, бәрін локально қондырып қоямыз, жаңа XMPP бәрін қондырып қоямыз. Осып жасаймыз, тестировать жасаймыз. Проект бітті ма, болды, PHP код табамыз да, кәдімгі хостинг лақтырып қоямыз. Пока жасап атқанша өзіміз компьютерді жасаймыз. Серверде осында болады, базада осында болады, бәрі осында болады. Түсінесіңдер ме? Түсінді ме? Можно, но каждый раз заливать еткен қиын да. Андай, мен бір код сохранить етемін, заливать етемін, күтіп отырамыз. Қайтадан етемін, заливать етіп күтіп отырамыз. Оны аяғында бір көрсет салам болды.
иә заливать надо будет ол PHP мен өте оңай. PHP-дің еще бір плюсы любой сервер, веб-сервер PHP-ді автоматом поддерживает. Мысалы Java-ны автоматом не поддерживает. Java-ның кодын қою үшін сен бірінші ол жерде бір нәрсені қондыру керексің, дополнительно ана сервер жақташ. А PHP-ді былай лақтырсаң любой веб-сервер істей береді. Өйткені PHP бұрыннан бері келе жатыр ғой, оны любой сервер поддержка жасайды. Оны көрсетемін аяғында. Хостинг сатып аламыз бұйырса. Сендер маған напомните, ұмытып кетпейін. Хостинг сатып аламыз, домен сатып аламыз. Домен деген аты www бір нәрсе там. Иә? Дұрыс па? Бір нәрсе bibars.kz деген бір атты алып аламыз. Не болса, пустой болса. Потом хостинг деген не? Хостинг деген серверда просто орын гигабайт. 5 гигабайт, 10 гигабайт деп сатып аласың. Хостинг деген просто орын. Реальный сервердің орны бір гигабайттан сатып аласың. Қанша керек саған. Дұрыс па? Хостинг, домен деген атын сатып аласың. Все, болды, екеуі бір болса. Ол қымбат тұрмайды. Жылына хостинг там ең кішкентай бір 2-3 гигабайт алсаң бір жылына бір 2-3 мың болады, 3-4 мың болады максимум. Жылына хостинг. И домен алсаң жылына бір 3,5 ба солай болады. Мысалы дейді, хостерға кіресіңдер, хостер.kz. Ой, бізде хостер.kz бар, мен бірақ PS.kz ұнатып жүрмін, посмотрим. PS.kz деп кіресіңдер. Просто компаниялар ғой осындай услуга беретін, хостинг. И любой мысалы там bibars.kz деп тексеріп көресің, аты бос па бос емес. bibars.kz домен занят дейді. Міне, ол оказывается занят. Кім занял домен деп номерін көріп алсаң болады, адресін көріп барып отжимать етіп алсаң болады деп қазір. Міне номері бар, кім на кого зарегистрирован, кім ол. Номен досым ғой. Екеуміз бірге PhD-де оқығанбыз докторант. Хитрюшка. Осы жігітте. Осы жігітке... Ол бәрін сатып алған өзі, бәрін сатып жүрсін. Сатып алады да 3 мыңға жылына. Біреу керек болып қалса айтады, мен сатамын 50 мыңға, 100 мыңға дейді. Сондай. Осындай мен бизнес жасайтын адамдар бар. Нені естіп едіңдер ме? Астананы ең бірінші Нұр-Сұлтанға ауыстырғанда Нұр-Сұлтан.kz деп бүкіл елдерді бір жігіт алып алған, сатып алған сразу. Ал Нұр-Сұлтан.kz деген қалаға керек не ғой? Там әкімшілікке керек сайт қой аты. Соны одан қымбат сатып алды сол жігіттер. Сондай хитрый бар ғой. Дұрыс па? bibars.kz сатып, если керек болса айтасың, наумен қазындаймыз. Керек ме? Бірақ ол саған бермейді жәнде. Обязательно төлеу керек. В общем, солай. И хостингтер бар, хостингтерді қарайсыңдар, міне хостинг сервері, хостинг сайты. Міне, 1 гигабайт жетеді десең, айына 384 төлейсің, жылына десең, жыл дегенде бар, мына жерде іздейсіңдер. Ну, жылына примерно чуть там, қанша 3 мың бір нәрсе болады, примерно. 2 гигабайт жетеді, бірақ оперативкаларды қарайсың еще. Саған осынша ғана оперативка беріледі. Мынау енді вообще визитка сайттар ғой, визитка деген бар ғой ондай. Компанияның аты, номері там, соған осындай алады. Өзгермейді сайт, логин, пароль деп кірмейсің, база жоқ, просто бір HTML-дар тұрады, аты, компанияның аты, номері, Google картасында бір нәрсе там болды. Алар енді чуть үлкенірек. 25 гигабайт уже SSD көрдіңдер ме? Мына жерде SSD жоқ үшін. Бар екен ғой SSD, бәрі SSD болып кетті. Ну, короче, 25 гигабайт, 1500 азушка, мынанша ядро, 2 ядро береді. Нәрселерде бір-ақ ядро береді. Процессордың бір ғана несін береді, ядросын. Бір ғана не жұмыс істеп тұрады. А 2 ядро болса 2 есе жұмыс істейді. Запростарды 2 есе тезірек обработка жасайды деген секілді. 100 запрос келсе, 50 запросты мына ядро, 50 запросты мына ядро обработка жасайды. Уже тезірек жұмыс істейді деген. Түсінесіңдер ме? Осылай любойды сатып аласыңдар, лақтырасыңдар, болды, менің сайтым, кіріңдер. Welcome дейсіңдер, болды. Сұрақ? Мысалы сол сатып алған доменді өзіңіздің... Иә, ол үшін жаңа PS.kz-да регистрация жасайсың, өз номерінің бәрін жазасың. Өйткені сатып алғанда сол доменнің владелесі кім деп жаңа көрдік қой, сені де көру керек адамдар. Номері мынандай, если что, можно у него отжать деген. Мен бір Sana.kz деген бұрында сатып алғам. Бір қанша, бір баладан 20 мыңға ма сатып алғам. Тоже бір бала хитр алып алған ғой, сатып отырады. Сөйтіп жасадым, біраз бизнес жасадық та, соны сату керек болды да, 100 мыңға ма сатып тұрмын. Sana.kz деген өте ходовой андай. Білімдер бар Sana.kz деген. Sana.kz деген медцентр бар. И так далее. Медцентр звондаған бірінші маған. Sana.kz сатасың ба деп. Біз Сананың медцентр. Сана деген естен, білесің бе? Сол айтқан ғой, 50 мың десем, ема қымбат қой дейді. Кетейін, медцентр десің бе, кімсің? Все-таки үлкен организация 50 мың деген фигня ғой, мына қарасың.
жоқ, любой ала бересің. Любой ала бересің. Просто кз деп енді қазақстанский екенін білдіресің, ата ком ала бер. Мына бүйтсең болады, қара. Бейбарыс қара сен, хат не отчаивайся, қара әлі бар. Бүйтесің, мына жерде қалай еді? Не бар еще? Басқа домен дегендер бар еді, другие емес. Подожди. Қазір. Мына жерде дұрыс көрсетпейді екен, мынаны мысалы хостердан көрейікші, хостердан аз көрсетем. Әйтір, мұнда да бар, просто қай жерінде екен есімде болмайды. Так, мысалы Бейбарыс деген. Мұнда да тоже сол адам тұрады, жаңағы Виталий Наменко тұрады. Просто мына жерде что хорошо, мынандай нәрсе бар да, другие домены деген бар. Басқа домендерін алсаң болады. Кз, қаз, орг. Мынау еще фигня, мынау аз, вот, мынау. Точка академик, точка кз-дің орнына бүкіл нелер бар. Просто кейбіреулер реально қымбат, мысалы. Точка колледж десең, оны реально колледждер алса, мысалы, колледж все-таки үлкен организация болған, оған қымбатырақ сатады деген секілді. И біздің темалар бар. Программисттердің темалары. Точка dev дегендер всякие. Қай точка dev дегендер бар. Точка pro, точка dev, точка io дегендер тема, точка tv бар. Оны көбінесе ана телевизор, онлайн телевизорлар бар, всякие там. Сетанты, слот деген солар. В общем, что хочешь. Точка онлайн. Бірақ жылына 48 төлейсің. Ал кз-ға просто жылына 3,5 ба солай төлейсің. Точка бизнес, точка клаб, точка анау, точка мынау, точка маркетинг, точка кете берді. Түсінді ғой? Кішігір не береді да, мынау панты береді да, соған төлейсің. Точка kz болсын? Нет. Точка бизнес. 48 төлей атасың. Түсінді ма? Сұрақ. Сізде сұрақ Бейбарыс. Тұрсаңызшы, сіздің құрметіңізге сайтты көріп отыр, іздеп отырмыз. Дамир іздеп отырған жоқ, сіз іздеп отырмыз. Дамир ол там без шансов уже. Очередь қайтып Дамирға бүйтіп, Дамир. Так, сұрақ болмаса, XMPP мен түсінікті ма бәрі, өзімізде орнатамыз. Ішінде бәрі дайын тұрады, веб-сервер тұрады, жаңа Apache бәрі дайын. Түсінікті ғой бәрі. Енді былай, XMPP-ді қалай орнату керек деген тема, орнату фигня ғой, мен сендерге сілтеме беремін, қазір группа ашасыңдар. Переменді есте уақыт болса аша салыңдаршы, бір группа, Telegram. Бірлеріңе QR лақтырып, соңында мен келіп кіре саламын да, сол жерге сілтеме беремін, жаңа бүгін жазған файлдарды кодты сұраққа жіберіп отырамын, ладно? Пока камера жоқ. Вообще солай удобно ғой, бірімізге іздеп қалсақ, бір сұрақтар болып қалса, сол жерде тырт жазып. XMPP сілтемесін беремін, бірақ бүгін XMPP туралы сөйлеспей қояйық. Сендер пока орнатып, келесі сабақ келгенде уже точно көрсетем. Сендерде орнатылып тұрады ғой. Мына компьютерлерде уже орнатылып тұр, класстың компьютерлерінде. XMPP тұр, если өздерің ноутбук орнатып келсеңдер, орнатып келіп, маған дайын келіңдер. Сол кезде келесі сабақ уже XMPP-мен жұмыс істейміз. PHP файлды қай жерге салу керек, оны қалай қосу керек деген тема көрсетеді. Бүгін тек PHP-дің кіріспесін жасайық. Синтаксин. Окей? Окей? Мына жерде сұрақтар болса, сұрап алыңдар. Сұрақтар болса, сұрап алыңдар. Бізде 45 деп өтеді. Сұрақтар бар ма? Мен түсіндірген заттарым сұрақтар. Точно жоқ па? Жоқ па? Вика, сұрақ бар ма?